Mына Жарқын Мырзатай деген адам, яғни имам, бұл сөзімен енді нені дәлелдемекші? Қазір мен видео салам, соны бір тыңдап көріңдер қысқаша. Сосын ары қарай жалғастырамыз. Міне, бауырлар, мен жылаған атаның мынау Құран оқыса су ағады деген жері бар ғой, сол жерде басында отырмын. Міне су Құран оқымай өздігімен көтеріліп келе жатыр. Қазір көреміз. Су көтеріліп жатыр. Бұл жерге нең бар? Ақша төлеп бұл жерде бұл жерде ешқандай карамат жоқ. Жай намазға отырда Құдайдан сұрасайшы. Енді бұл енді мінекей Құран оқымасам да ағады, ешқандай бұл жерде киелілік жоқ деп тұр ғой енді. Сонымен қоса бұл Құранның да сөздерінің ешқандай құдіреті жоқ дегенге келтіріп тұр ғой. Яғни өз сөздеріне өздері қарсы шығып тұр. Енді біз естіп жүрміз ғой, өздері айтып жүр. Құранның әрбір сүресінің, әрбір аятының өзі қандай құдіретке ие екендігін. Және сонымен адам емдеп те жатады. Тіпті анау моторы жоқ уазды да жүргізіп жібергені. Енді Құран аяттары керемет деп айтылады ғой енді. Енді бұл сөзімен бұл соны да жоққа шығарып тұр. Біріншіден, бұның енді бұл жерге келгендегі тағы бір мақсаты қазақтың жерінде ешқандай киелілік жоқ деп соны дәлелдейін деп келді ғой, соңғы сөздерден атарылып, сол жаяу жүріп таулардың арасына. Киелі жер тек қана Меккеде деп. Өйткені Меккені киелі деп айтады ғой. Киелі жер ғой енді Мекке. Анау Зәмзәм суын ішсең жазылып кетесің. Сол жерге барып жасаған құлшылықтардың бәрі қабыл болады деген сияқты. Сол жерге барыңдар деп насихаттайды. Бірақ ең соңында айтады, мына жерге келіп нелерің бар дейді, жылаған атаның басына. Үйлеріңде отырып, жай намазды жай жіберіп намаздарыңды Құдайдан сұрамайсыңдар ма дейді, тілектеріңді дейді. Бұл сөзімен тағы да өз сөзіне өзі қарсы шықты. Енді ондай болатын болса, Меккеге барып нелерің бар? Сонша жерге ақша шығындап. Үйлеріңде отырып жай намаздарыңды оқи бермейсіңдер ма? Дегенге тағы келтіріп тұр. Негізінде адам бір сөзді айту үшін ойланып сөйлеу керек. Өйткені қатты сынға ұшырап қалуы мүмкін. Адамдар ақнағыз ғой қазір. Әрбір сөзіңді абайлап сөйлеу керек. Айтылған сөз атылған оқ. Бір нәрсені дәлелдейін деп екінші жағынан ақсап қалып жүрмеңдер. Имамдарға айтарым. Қателіктерің өте көп сендердің. Оны естіп те жүрген шығарсыңдар. Бірақ бәрібір сендер енді айта бересіңдер ғой. Кешегі біреу шешеден жаңылды. Көп енді айта берсек.